Сәлем достар, мен сіздерге қызыл кітапқа енген жануарлар туралы айтатын боламыз. Бірінші жануарымыз ол қызыл қасқыр. Қазақстандағы хайуанаттар бағында қолдан өсіруді қолға алып, оны бұрынғы мекендеген жерге қайта жіберудің жолдарын қарастыру керек. Келесі жануар ит аю. Ит аю негізінен Африкада, Азияда, Түркменстанда мекендейді, ал Қазақстанда батыс үстірт құмдарында кездеседі. Дене тұрқы 68-78 см, құйрығының ұзындығы 17-20 см, аяқтары қысқа, табаны жалпақ, жер қазуға бейімделген, ұзын өткір тырнақтары бар. Ит аюдың тіршілігі аз зерттелген. Олар кесіртке, ұсақ құстар, қоян, құм-тышқан және өсімдік тамырымен қоректенеді. Өте сирек кездесетін аң болғандықтан қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Достар, біз осымен эфирімізді аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.